Армысыздар, құрметті қауым. Қазір мен сіздерге міне Марко Поло туралы, Марко Полоны жазған туралы айтып берейін. Сосын кейін осы видеоға бірден сол жаңағы мен айтқан сөздер дәлелдейтін Марко Полоның кітаптары шығады. Бұл менің 10-шы видеом болады. Алдағы осы видеоның алдында тағы да кітаптар бар, көп жүктелген. Аттарын атап өтейін. Так, 1220 жылғы Менда Белу, 1233-35 жылдар жазылған Хейдар Шуле, 1220-дан 1300 жылға дейін жазылған армяндар жылдар деректемесі. Сосын кейін Плана Карпинитик бар, 1546-45 жылдар жазылған. Сосын кейін Рубрук бар, 1254-1255 жылдары жазылған кітап. Енді міне Марко Полоның кітабын салғалы отырмын. Бұл кітап 1286 жылы жазылған. Ағайынды екі дін өзі бойынша, діндік миссионер бойынша ағайынды Пололар жаңағы Құбылай хан ордасына барады. Сонда ол жол бойы не көргендігін бәрін жазады. Сонда ол Құбылай хан ордасына барып, жаңағы сол жердегі кісілермен сөйлесу үшін ол татар тілін үйренеді. Татар деген сөз жалпы ұлттың аты емес, ол түрік деген сөз. Сосын татар тілін үйренеді. Сосын сол татар тілі арқылы 2 жыл бойы жаңағы Бұқара қаласында тұрып үйренеді. Сосын кейін 2 жыл бойы Құбылай ханның ордасына жаңағы орда балыққа жол тартады. Пекиннің аты орда балық болған, балық деген қала деген сөз, орда деген орда. Соғым барады. Сосын кейін жаңағы Құбылай ханмен жүздеседі. Құбылай ханмен татар тілінде еркін сөйлескендігі жазылады. Содан кейін татар қағаны Құбылай хан қаған Византияға татар тілінде дипломатиялық хат жолдайды. Содан кейін бұл кітапта жаңағы сосын кейін бұл кітапта құрғақ сүт туралы бар, құрғақ сүт дайындау туралы бар. Және бір өздеріңіз естіген шығарсыздар. Және құрғақ сүт ол түркілерден шыққан деп. Сол дерек осыдан жазылған осы кітапта. Содан бұдан басқа бұл кітапта жаңағы Қарамұран дегеннің ертіс екендігі жазылған. Сол Қарамұранның басында Уаң ханның ұлысы болды деп жазады. Қарамұран деген ол қара ертіс. Ал өздеріңіз білесіздер, керейлер әлі күнге де сол ертіс басында отыр, Қытай жақта отыр. Нағашыларыма бір сәлем. Содан тағы бір қызықты деректері бар енді. Оны өздерің оқып алып жатасыздар. Ең маңыздысы бізге осы жаңағы Марко Полоның Құбылай ханмен татар тілінде сөйлескендігі, және Құбылай ханның Византия патшасына татар тілінде дипломатиялық хат жолдағаны маңызды. Өйткені ол және Құбылай қағанның таза түрік екенін білдіреді. Ал сонымен қатар Қарамұрен деген ол қара ертіс екенін білдіреді. Сіздерге алдыңғы видеода айтқам, қара татар деген сөз естеріңізге сақтап алыңыздар. Ол бір сосын айтқан татар деген өзінің атымен олар татар аталды деп. Енді ол кітаптар жаңағы алдыңғы видеоларда бар. Жаңағы 3 дерек Менда Белу, Хейдар Шуле және армян жылнамалары олардың аты қара татар болғанын жазса. Ал жаңағы Марко Поло мен Рубрук жазады. Олардың аты татар деген өзінен қойылды деп отыр. Енді қарап отырсаңыздар, қара деген Қарамұрен, яғни қара өзен, ал татар деген жаңағы ертістің атауы. Сондықтан мен сіздерге осы алдағы видеода бір карта көрсетем. Сол картада өзеннің аты татар бұттыр, қара ертістің. Шыңғысхан негізінде Шыңғысхан жұрты Наймандар мен Керейдің ортасында көшіп жүрген. Және Қатон-Қарағай, Күршім деген солардың қонысы болған.
Бұрхан Қалдун деген жаңағы Бұрхат деген олар жаңағы немене Бұқтырма өзені недегі Шығыс Қазақстандағы сол жерде Шыңғыстай деген жота бар, таушыңы бар, асуы бар. Тай деген ел естіген сөз. Сонымен қатар қысқаша айта кетейін, бұлардың бір аты тағы Қытай болған. Қытай деген қазір ханзулардың аты емес, Қытай деп, Китай деп біздің ауызға салған орыстар. Сол Қытайдың мағынасын сіздерге айтып берейін. Қытай деген сөз ол екі сөзден тұрады. Қа деген ұлы деген сөз, тай деген ел иесі деген сөз. Жаңағы халықтың аты сонда ұлы халықтардың иесі деген сөз шығады ғой. Расында да олар ұлы болған. Ал жаңағы қа деген неге ұлы деген сөз екенін айтып берейін. Және мысал үшін қаған деген сөз бар ғой, негізінде қа емес, қан, қ әрпі қойылып айтады, қан деп. Сонда қа деген ол ұлы деген сөз, қан деген қан, яғни ұлы қан деген сөз. Қалғандары бәрі қан, яғни соның ұрпақтары. Сондықтан Шыңғыс хан қан болады да, оның жаңағы нелері балалары қан болады, қан. Түсінесіздер ме? Сондықтан да жаңағы Қытай емес, Қытай елі ол жаңағы ұлы ел иесі деген сөз. Негізінде айтқан кезде жер бетіндегі адамдардың иесі деп өздерін солай неткен, әспеттеген. Себебі олар расында да солай. Өйткені олар мен сіздерге айтқам алдыңғы видеоларда дүние жүзін 4 рет алған деп. Шыңғыс хан бір деректері бойынша 5-ші рет алушы, енді бір деректері бойынша 4-ші рет алушы. Мен 4-ші рет деп ойлаймын. Өйткені біріншісі жаңағы перғауындарды құлатқан түріктер, екіншісі кім? Хун патшалығы, сосын кейін үшіншісі түрік қағанаты, төртіншісі Шыңғыс хан. Мен сіздерге айтқам, Шыңғыс хан неге ары қарай өтіп кеткен деп. Және Шыңғыс ханның немересі Құбылай ханның бір ұрпағы Беринг бұғазы арқылы және солтүстік және оңтүстік Америкаға өтіп кеткен. Қазір мен ол деректі де салам. Осы ақш-тың ақш конгресінің кітапханасына кіріп сайтынан сол видео скрин салам. Видео 10 минутқа сыймай қалайын деп тұрған секілді. Сондықтан бұл сол видеоның жаңағы 10-ші видеоның бірінші видеосы болсын. Ал сіздер сол 10-ші видеоның екінші видеосынан көресіздер. Онда дерек көп. Сондықтан кітап бір видеоға сыйып кету үшін беттерін салам да, немене аудио яғни дыбыстамай, яғни оқымай суреттерін ғана салам. Сіздер өздеріңіз паузаға басып оқып алыңыздар. Осы видеодан кейін парақшама енесіздер, сонда бар. Міндетті түрде лайк басып бөлісіп отырыңыздар. Өйткені бұл деректер жаңағы кітап Google'дан жаңағы Американың Калифорния сол университетінің кітапханасынан бұны жаңағы нерде көрсетуге, телевизордан коммерциялық мақсатта көрсетуге пайдалану болмағандықтан бұл еш жерде жария етілмеген, библиотекаларда да жоқ. Тек қана интернетте және Google кітапханада бар. Ағылшынша Марко Поло деп іздеңіздер, табасыздар белге. Бірақ табу қиындау, бірден айтам. Аударма 1873 жылғы қатты бұрмалауға нетілмеген. Ішінде моңғол деген сөз жоқ, яғни бұрмаланбаған. Сондықтан осы видеодан кейін бірден парақшама кіріп көре беріңіздерге болады. Рахмет.